Баршаңа сәлем достар. Бүгін 8-ші сыныптың алгебрасының 3-ші тоқсанына арналған бақылау жұмысын талдаймыз, яғни ТЖБ. Сонымен ТЖБ-да 6 мынандай тапсырма болады. Соның әрқайсысына енді тоқталып көрейік. Олай болса, кеттік. Бірінші тапсырма. Кестеде аяқ киім өлшемдерінің сатылу жиілігі көрсетілген, жинақталған жиілікті табыңыз. Яғни бұл жерде былай, 39-шы размері, 2 аяқ киім, 40-шы размерде 3 аяқ киім, 41-шы размерде 5 аяқ киім деген сияқты осылай кете береді әрқайсысы. Енді осылардың жинақталған жиілігін табыңыз дейді. Жинақталған жиілік деген ол былай болады. Мына жердегі санын, яғни 39-шы размерде 2 аяқ киім, 3 аяқ киім, 5 аяқ киім, 6, 4 осыларды біздер қосып шығамыз. Сол бізде жинақталған жиілік болады. Тапсырма негізі қарапайым ғана. Міне қосамыз, 5 болады, 10, мына жақта тағы 10. Сонымен жауап 20 болады. Ені осылай белгілейсіңдер. Келесі тапсырма. Мынандай функция берілген, минус x квадрат қосылған 8 функциясы берілген, f1-ді табыңыз дейді. Яғни байқасаңдар, мына x-тің орнында 1 деген сан тұр, сонда мына функцияда да x-тің орнына біздер 1-ді қоямыз. Сөйтіп жазамыз f1 минус x квадраттың орнына 1 квадрат дейміз, қосылған 8. 1-дің квадраты 1, минус 1 болып қала береді, оған 8-ді қосамыз, жауап минус 7. Болды, достар, осылай қарапайым ғана болады шешімі. Үшінші тапсырма. 5 балдық екен. fx функциясы x квадрат минус 6x минус 7 функциясы берілген. Сосын оған мынандай тапсырмалар бар. А, Б, В, Г. Бірінші тапсырма. Берілген графиктің симметрия осінің теңдеуін жазыңыз. OX осының берілген функциясы қандай нүктеде қияды? OY осымен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз. Функцияның графигін салыңыз. Енді мен мына жерде бірден графигін салып қойдым негізі. Г соңғы тапсырмасының. Сол қалай пайда болады? Қазір осыны қарастырып көрейік. Бұлай болады, достар. Симметрия оси дейді. Симметрия оси бұл былай. X тең. Мына жерде А деген коэффициент 1-ге тең, Б деген коэффициент минус 6-ға тең, С деген коэффициент минус 7-ге тең. Ал x-та біздер формула бойынша минус b-ны 2a-ға бөлеміз. Сонда минус формула бойынша, сосын мына b деген бізде өзі минус 6 болып тұр. Оны 2 көбейтілген 1-ге бөлеміз. Өткен алдында x квадраттың алдында 1 тұр. Сонда 6 бөлінген 2 тең 3. Симметрия осы 3-ке тең деген осы. Мына жерде байқасаңдар, міне 0 ғой, 0-ден міне 1 жылжисыңдар, 2, сосын 3. Осы 3 деген сан міне. Симметрия өсе осылай кетеді. Мынаны былай шыққан кезде параболаны біздер 2 тең бөлікке бөлеміз. Міне. Осылай кетеді. Жартысы яғни. Оң жағында, сол жағында. Біздің параболамыз Q ортасы деген осы тізу болады. Жақсы, біріншісіне жауап бердік. Екіншісі B. OX осы берілген функция қандай нүктеде қияды? OX осының берілген функция қандай нүктеде қияды? OX оси деген мынау бізде міне. Осыны біздің функция қай нүктеде қияды? Міне көріп тұрсыңдар міне, мына нүктеде қияды. Осылар табуымыз керек. Енді басында біздер білмейміз ғой, қайсы нүктеде екен. Сондықтан оның формуласы былай болады. X квадрат азайтылған 6x минус 7 тең 0 дейсіңдер. Байқадыңдар ма? Мына fx функциясы y қой бізде, ол 0-ге тең болады. Міне, мына нүктелерде міне, ол 0-ге тең. Осы квадраты теңдеуін шығарамыз. Сөйтіп бірінші және екінші түбірлерін табамыз, сол бізде жауап болады. Мынаны вет теоремасымен шығарсаңдар да болады, немесе дискриминант арқылы шығарсаңдар да болады. 4 минус 7 тең болады 36 қосылған 28, 64. Бірінші түбіріміз 6 қосылған 8 бөлінген 2, 7 болады да. Екінші түбір 6 азайтылған 8 бөлінген 2 минус 1 болады. Міне өздерін көріңдер, мына жерде 5, 6, 7 көріңдер ғой, осыны белгілеп қойсыңдар, сосын 0-ден солға қарай минус 1 нүкте бізде екінші нүктеміз болады, x2. Жақсы, екінші сұраққа жауап бердік. Үшінші В. OY осымен қиылысу нүктесі координатын табыңыз. OY деген енді мынау міне, вертикал нүкте, ол мына жерде қияды міне.
көріп тұрсаңдар мына жерде. Оны қалай табамыз? Ол бізде x 0-ге тең болғанда шығады. X тең 0. Олай болатын болса, y тең дейміз да. Мына функцияда x-тің орнына 0-ді қоямыз. Сонда 0-дің квадраты минус 6 көбейтілген 0 азайтылған 7. Енді бұл жерде минус 7. Өздері көріп тұрсыңдар, минус 5, минус 6, мынау минус 7-ші нүкте. Осылай табылады. Және соңғы г, ол функцияның графигін салыңыз дейді. Жақсы, мысалы бізде басында білген жоқпыз оның графигі қалай екенін, біздер тек қана осы нүктелерді ғана білдік, иә. Сонда сендер былай істейсіңдер. Мына басындағы симметрия ойсын тауып аласыңдар да, өстіп мына карандашпен былай азғантай көрінетіндей қылып, мынандай сызып аласыңдар мына түзуді. Осы жерден біздің параболамыз жартысы оң жағында, жартысы сол жағында болады деп уже елестетесіңдер. Сосын екінші сұраққа жауап берген кезде сендер білесіңдер мына 7 және минус 1 екенін. Осыны белгілеп қоясыңдар. Қазір біздің функция осы екі нүкте арқылы өтеді деп осылай белгілеп қоясыңдар. Сосын үшінші сұраққа жауап берген кезде мына минус 7 болды. Мына жерде оны белгілеп қоясыңдар. Енді сосын былай болады, қосымша нүкте. Мына симметрия ойсын сендер білесіңдер, бүйтіп мынаны жүргіздіңдер, иә. Сосын оған дейінгі қашықтық мынау 3 клетка болып тұр, 3 қадам, иә. Онда екінші нүкте бізде симметрияға ол деген, яғни мына жерде болады дейсіңдер да, мынаны белгілеп қоясыңдар. Осы екі нүкте арқылы өтеді дейсіңдер. Сосын графигін сал деген кезде сендерге төбесі керек болады. Осы графиктің төбесі. Бізде қазір мына жерде біз көріп тұрмыз оны. Бірақ басында осыны қалай табамыз білмейміз ғой біздер. Бірақ біздер мына бірінші сұраққа жауап бердік. 3 деген нүкте бар бізде. X тең 3, ол симметрия нүктесі. Осы 3 деген санды аласыңдар да, мына функцияға қоясыңдар, мына x-ің орнына қоясыңдар. Мына жерге қоясыңдар да, сөйтіп y тауып аласыңдар. Сонда не шығады бізде? Y тең дейсіңдер. 3-тің квадраты минус 6 көбейтілген 3 дейсіңдер. Сосын азайтылған 7 тең 9. 6 мен 3 минус 18 болады. Сосын минус 7. Соны минус 16 шығатыр. Көрдіңдер ме? Өсіп минус 15, минус 16 тауып аласыңдар да, осыны белгілейсіңдер. Сонда сендерде 5 нүкте пайда болады. Міне 1 А деп қояйын, Б, С, Д, Е міне. Осы 5 нүкте арқылы сендер өсіп көк қисықты жүргізесіңдер. Парабола шығады сендерде осылай. Болды, графикті осылай саласыңдар. Ары қарай жалғастырамыз достар. Төртінші тапсырма: 10 метр қашықтыққа жүгіруде 8-ші сыныптың ұл балалары төмендегі көрсеткіштерді көрсетті. Яғни бірінші бір оқушы 16,2 секундта жүгіреді, екінші оқушы 100 метрді 18,4 секундта, и сол жалғаса береді барлығы. Сөйтіп 10 оқушының бізде көрсеткіштері бар. Соларды 0,5 қадаммен интервалдық кестеге құрыңыз дейді. Ол былай болады. Алдымен біздер мына 10 санды өсу ретімен жазып алуымыз керек. Ең кіші сан бізде 15,9 болады. 15,9, сосын 16,2. Ары қарай 16,5 бар бізде. 16. Ана жазғандарды шатыс кетіру үшін былай жазып алайық. Мынаны белгіледік, мынаны белгіледік, мынаны белгіледік. 16,6. 16 деген бар ма тағы? Жоқ. Сосын 17,2. Сосын 17,8. Бұны да белгіледік. Сосын 18,1. Міне мынаны да белгіледік. 18,4 бар. 18,6 бар. Сосын 18,7 бар. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сан достар, 10 көрсеткіш. Енді ең кішкентай санды 15,9 аламыз да, мына жерге жазамыз. 15,9. Аралық бізде 0,5 болу керек, сонда 15,9-ға 0,5-ті қосамыз. Сонда мынандай аралық пайда болады бізде. 16,4. Яғни міне қостық осы аралықтағы сандар. Сосын 16,4 пен жаңағы 0,5 тағы да қосамыз мына санға. Сонда 16,9. Сосын 16,9-дан 17,4-ге дейін. 17,4-тен
17,9-ға дейін. 17,9-дан 18,4-ге дейін. Ең соңғысы 18,4-тен 18,9-ға дейін. Осындай аралықтар бар біздерде. Барындар ашаққа мен жазып атыр мынаны. Сонымен осы аралыққа бізде қанша сан кіреді? Мына берілген сандардан міне 15,9, 16,4. Міне 2 сан бар екен бізде. 2 деп қоямыз. Сосын 16,4 пен 16,9-ға. Енді мына 10 жақ 17 болып кетті. Мына екеуін алып қойдық. Сонда ол аралыққа мына 2 сан кіреді. Сосын 16,9 пен 17,4. Міне 17,2 кіреді. Мына жақ 17,8 болып кетті. Сонда бір-ақ сан кіреді. 17,4, 17,9. Мына жақ 18 болып кетті. Онда бір-ақ сан тағы да. 17,9, 18,4. Ал мына жақ 18,4-ке дейін. Енді мына жақта негізі мына тепе тең түссе, ол мына аралыққа кетеді негізі. Мына жаққа. Мына 1 дейміз де, мына аралыққа кіреді. Ал 18,4 ол мына аралыққа кетіп қалады. Мына жақта 3 болады. Осылай құрамыз кестені. Яғни мына жағында міне егер жақшамен жазатын болсақ, былай болады. Сол жағы тік жақша, оң жағы жай жақша. Сонда жай жақша болған кезде мына 18,4 кірмей қалады мына жерге. Ол мына жаққа кіретіне, тік жақшаға. Міне осылай болады достар. Бірінші тапсырмасы. Екіншісі алынған енді көрсеткіштердің арифметикалық ортасын табыңыз. Арифметикалық орта деген сөз мына сандардың барлығын біздер қазір қосамыз. Және неше сан бізде барлығы? 10 сан ба? Осы достар мен жауабын дайындап қойдым. Ол арифметикасы қарапайым ғана. Барлығын қоссаңдар 174 деген сан шығады. Оны сендер 10-ға бөлесіңдер. Енді 17,4 болады. Міне осылай. Орта арифметика 17,4. Келесі. Ара қашықтығы 20 км болатын екі ауылдың бірінен екіншісіне 2 турист бір мезгілде шықты. Бірінші туристің жылдамдығы екіншісіне қарағанда 1 км/сағат артық болғандықтан ол екіншісінен 1 сағат ерте келді. Әр туристің жылдамдығын табыңыз. Мына кестені дайындап қойдым. Бұл жерге біздер жылдамдық, уақыт және қашықтық осы берілгендерін осы кестеге толтырамыз осылай. Бірінші турист дейміз. Мына жерге екінші туристің жылдамдығын, уақытын, қашықтығын толтырамыз қазір. Екі ауыл, ара қашықтығы 20 км. Бір мезгілде шығады. Енді бірінші туристің жылдамдығы екіншісіне қарағанда 1 км нақты берілмеген. Екіншісінің жылдамдығын мысалы бізде x км деп қойсақ, осындай жылдамдықпен жүрді. Ал бірінші турист жылдамдығы 1 км/сағаттан артық дейді. Олай болатын болса, екіншісімен салыстыратын болсақ, x қосылған 1. Бұны да жазып қояйық. Ары қарай, екіншісіне қарағанда 1 сағат ерте келді дейді. Әр туристің жылдамдығын табыңыз. Енді ара қашықтығы 20 км. Әр қайсысы 20 км жүреді. Бірінші туристі, екінші туристі. Сондықтан оны мына жерге жазып қоямыз. Бірінші туристі 20 км, екінші туристі 20 км. Болды. Енді формула бойынша уақытты табу үшін біздер қашықтықты жылдамдыққа бөлуіміз керек. Сонда бізде бірінші туристің жүрген жолы 20 км, жылдамдығын біздер x қосылған 1 дедік. Олай болатын болса, ол 20 бөлінген x қосылған 1 болады. Ал екіншісінікі тура солай 20 бөлінген x болады. Осынша сағат жүргеніне сағат деп қоямыз. Яғни кестені толтырдық біздер. Енді бізге мына ақпарат берілген. Бірінші турист жылдамдығы үлкен болғандықтан 1 сағат км/сағат артық болғандықтан ол 1 сағат ерте келді. Сонда кім көп жүрді дегенде екінші турист көп жүрді. Мынанша сағат жүрді. Енді бірінші туристің жылдамдығын одан азайтып тастасақ, сонда жаңағы артық 1 сағат шығады. Сонда осыны теңдеу пайда болады. Бұл жерде біздер ортақ бөлім келтіреміз. Яғни ол x және x қосылған 1 болады. Мынаған қосымша көбейткіш x қосылған 1 келеді. Мынаған x келеді және мына жерге x және x қосылған 1 болады. Сосын 20 дейміз, көбейтеміз. Мына жақша қаламыз әрине x қосылған 1, азайтамыз. 20 мен x-ті көбейтетініміз былай болады. Сосын бірге x қосылған 1-ді көбейтсек былай болады. Болды, осындай теңдеу пайда болды. Ары қарай жақшаны ашамыз. 20-ны x-қа көбейтсек 20x болады. 20-ны 1-ге көбейтсек қосылған 20 болады. Азайтамыз 20x тең болады
x x-қа көбейтсек x квадрат қосылған x. Байқасаңдар 20x-тар кетеді. Енді теңдеудің барлығын бір жаққа өткіземіз, яғни 0-ге теңестіреміз. Сонда x квадрат қосылған x минус 20 болады. Енді 0-ді оң жағынан жазалайық. Сонда бізде квадрат теңдеу пайда болды. b теоремасымен шығарыңдар, дискриминантпен шығарыңдар. d тең, мына жерде бізде 1 деген коэффициент бар, мына жерде 1 деген коэффициент бар. Азайтамыз 4 көбейтілген минус 20 тең болады 81. Ары қарай бірінші түбір ол минус 1 қосылған 9, 81 түбір астынан 9, я. 2-ке бөлеміз 4 болады. Екіншісі минус 1, минус 9, оны 2-ке бөлсек минус 5 болады. Сонда бізде x1, x2 дедік. X те басына нені белгіледік? Біздер екінші туристің жылдамдығын белгіледік. Енді жылдамдық деген ұғым бізде өлшем теріс бола алмайды, сондықтан минус 5-ті алмаймыз. Тек қана мына бірінші жауап болады. Оның жылдамдығы 4 км сағатына болған. Ал екінші туристің жылдамдығы біреу артық, онда 5 км сағат болады. Әр туристің жылдамдығын табыңыз дейді. Сонда бірінші турист міне V1 деп қоямыз, ол 5 болады. V2 екінші туристің жылдамдығы ол 4 болады. Осылай достар. Сонымен келесі тапсырма, жерден жоғары лақтырылған доптың жерден биіктігін мына формуламен өрнектейді. H-ты тең 9-ты минус 2-ті квадрат, H биіктігі метрмен есептейміз және уақыт секундпен есептейміз. Т уақыт. Сосын қосымша мынандай тапсырмалар А, Б, В. 2 секунд өткенде доп қандай биіктікте болады? Неше секунд өткеннен кейін доптың биіктігі 10 метр болады? 10 метр биіктікте болады доптың ең жоғарғы биіктігі. Енді мына жерде бірден парабола екенін білуіміз керек біздер. Өйткені функцияда y тең x квадрат, y тең t квадрат, жалпы айнымалының квадраты көрініп тұрса, онда сендер оның графигі парабола екенін білулерің керек. Мына жерде соның эскизін салып қойдым. Графикті сендерге салудың қажеті жоқ, тапсырмада график салыңдар деген жоқ. Енді есеп түсінуге жеңіл болу үшін мына жерге параболаны салып қойдым. Топ мына жерден басталады да, бұлай көтеріледі. Ең биік шыңы мына жерде болады. Және ары қарай құлайды. Төменге қарай түседі. Ал енді бірінші тапсырма А. 2 секунд өткенде доптың қандай биіктікте болады? Доп қандай биіктікте болады? Т2 секунд. Бұлай болатын болса, Т-ның орнына 2-ні қоямыз. 9 көбейтілген 2 минус 2 көбейтілген 2-ні квадрат. Яғни Т-ның орнына барлық жерде 2 секунд 2-ні қойып шығамыз. 18 минус 8 тең болады 10. H бізде ол биіктік метрмен есептейміз дедік. Сонда мына жерге қарайық. 2 метр 2 секунд. Осының бойымен көтерілеміз да жерге тірелеміз. Ол не үшін көрсетіп тұр? Ол 10 метр. Міне осылай анықтаймыз достар. 10 метр бірінші тапсырма. Мен екінші тапсырма. Б. Неше секунд өткеннен кейін доп 10 метр биіктікте болады. Ол үшін біздер мұны H-тының орнына 10-ды қоямыз. 10 Т неше секунд болады? Сонда 10 тең 9Т минус 2Т квадрат. Енді квадрат теңдеу барлығын бір жаққа өткізіп, 0-ге теңестіреміз. Минус 2Т квадратты өткізсек, ол плюспен өтеді. 9Т-ны өткізсек, ол минус 9Т болады. Және 10 ешқайда жылжыған жоқ, ол орында қалдырамыз. Сонда квадрат теңдеу дискриминант арқылы шығарып көрейік. 9-ның квадрат 81 минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 10 тең 1 болады. 81 азайтылған 81. Бірінші уақыт 9 қосылған 1 бөлінген 2 көбейтілген 2. Бізде 2 ойы. Сонда 10-ды 2-ге бөлеміз. 4-ке. 2,5 секунд болады. Екіншісін 9 азайтылған 1 бөлінген 4. Ол 2 секунд. Енді біріншісін біздер білдік онысы да. Өткені Т2 болған кезде, 2 секунд болған кезде биіктігі қанша болады? 10 метр. Оны біздер білдік енді. 10 метр. Бірінші уақытта 2 секунд, ал екіншісі 2,5 секунд. 2,5 секунд
мына жерде мысалы бізде 3 секунд болса, 2,5 секунд ол мына жерде болады, иә. Осының бойымен былай көтерілсеңдер, ол мына жерде міне. Яғни біріншісі көтерілетін кезде 10 метрді бағындырады да, ал сосын ең максималды төбесіне көтеріліп, қайтар кезде, түсетін кезде ол тағы да сол 10 метр биікте болады. Ол 2,5 секундта болады. Бұл екінші сұрақтың жауабы. Т1, Т2-ні таптық. Соңғы тапсырма доптың ең жоғарғы биіктігі. Ең жоғарғы биіктігі міне мынау. Ол төбесі. Оны қалай табамыз? Ол үшін біздер симметрия осыны табуымыз керек. Симметрия осы бізде былай табылады. Т тең дейміз. Формуласы минус b бөлінген 2a. b-ның орнында біздер енді мына жерге шатысып кетпейік. Өйткені формула негізі бізде қалай жазылады? Мысалы, h t тең болады. Квадрат бірінші жазылады ғой әдетте, квадрат қосылған 9 t деп жазылуына шатысып кетпеу үшін мынау a болады, мынау b болады бізде. Сондықтан минус формула бойынша сосын 9 бөлінген 2 көбейтілген минус 2. Минусты минусқа бөлсек плюс болып кетеді, 9-ды 4-ке бөлсек, енді осылай қалдыра салайық. 4-тен 9 деп. Бұл негізінде бізде қанша? 2/125. Енді мына жерде болады не ол. Жаңа мына графикті көріп тұрсыңдар, осы жерде 2/125. Жақсы, бұл т-ны таптық, ал бізге биіктігін табу керек, h-ты табу керек. Ол үшін біздер мына т-ның орнына 4-тен 9-ды қоямыз да қазір тауып аламыз. 9 көбейтілген 4-тен 9 минус 2 көбейтілген 4-тен 9-дың квадраты тең. 9-ға 9-ды көбейтсек 81 бөлінген 4 минус 2 көбейтілген 81, амында 16. Яғни квадраттап отырмыз жақшан, иә? Мынаны қысқартамыз, 8 болады. Сонда 4-тен 81 азайтамыз. 8-ден 81. Бұл бізде 8-ден 81 болады, азайтсаңдар. Немесе 10/125. Енді байқасаңдар 10-нан кішкене асып тұр мына жерде. 10/125. Осындай биіктікте болады. Бұл үшінші сұрақтың жауабы. Тағы да айтамын, мына графикті салмайсыңдар. Бұл сендерге жалпы түсінікті болу үшін не болады, процесс қалай жүзеге асып жатыр, доп көтеріледі, доп түседі деген сияқты. Суреттің моделін көру үшін көмек ретінде суреттің графигін салдық. Ал тапсырмалар негізі міне осылай шығарылады. Сонымен достар, YouTube каналымызға жазылыңдар, комментарий қалдыңдар және қоңырау басуды ұмытпаңдар.